Үшбас негізгі мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Дүтбаева Оразгүл Аманбайқызы. Әдебиеттік оқу пәнінен сәулетті біздің Алматы тақырыбындағы өтілген сабағымды ұсынамын. Саламатсыз ба? Өте жақсы балалар, отыра қойыңдар. Қазір балалар қандай сабақ? Әдебиеттік оқу. Өте жақсы, әдебиеттік оқу пәні. Барлығымыз сыныпта түгелміз бе? Иә. Өте жақсы. Енді сабағымызды бастамас бұрын балалар барлығымыз жаттық шеңберіне тұрып, психологиялық дайындық жасап алайық. Балалар жарайсыңдар. Топқа бөлім аламыз, жарайсыңдар балалар. Кәне келе ойындар. Фазыл әдісін құрастырамыз. Фазыл әдісін құрастырып жүрекші кәне балалар. Olurduk. Жарықтануын 8 тоғаға орнатылған 16 сағатты шамдар қамтамасыз етеді. Ортадағы Жақсы. Енді балалар біз алдыңғы Алматы қаласындағы көрікті жерлерге кәне балалар саяхат жасап көрейік. Қазір Алматы қаласының көрікті жерлеріне шолу жасаймыз. Ең алғашқы жеріміз Абыз медеу. Медеу өте жақсы. Ал қазір сенің деп қандай? Шымбұлақ суретін құрастырып шықтыңдар. Кәне бірінші тобында Медеу мұз айдыны болсын да, екінші топ Шымбұлақ болсын. Кәне Шымбұлақ тобы назарға отырамыз. Мұз айдыны. Балалар кәне уақыт береді. Астана қай өзенінің жағалауында орналасқан? Есіл өзенінің жағалауында орналастырған. Астананың көрікті жерлері өте жақсы. Медеу тобы дайын екен. Шыға қойыңдар кәне. Кәне жаққа шығамыз. Келе ғой. Дұрыс, өте жақсы. Қай жылы Астана атанды? 2020 жылы Астана атанды. Астананың символы бәйтерек. Өте жақсы. Арғарай жалғастырып жетті. Астана қай өзенінің жағалауында орналасқан? Есіл өзенінің жағалауында орналасқан. Астананың көрікті жерлерін ата: бәйтерек, Ақорда, сәулет жерлер, ғимараттар. Кәне, топтар дайынбыз ба? Сұрақ қоямыз ба? Медеу тобына сұрақ қоясыңдар ма? Дұрыс па жауаптары? Жауаптары дұрыс па? Өте жақсы. Медеу тобы отыра қойыңдар. Кәне, Шымбұлақ тобы шығамыз. Астананың бұрынғы атауы Нұрсұлтан. 2020 қай жылы Астана қаласы атанды? 2020 және 2021 жылы Астана атанды. Кәне, келесі тапсырманы. Есіл. Кәне сұрағын оқиықшы бірінші. Кәне, Дария. Астана қай өзенінің жағалауында орналасқан? Қай өзеннің жағалауында орналасқан екен? Есіл. Дұрыс, жарайсың. Келесі. Астананың көрікті жерлерін ата: бәйтерек, Есіл өзені, биік ғимараттар және Ақорда. Кәне балалар, дұрыс деп ойлайсыңдар ма? Медеу тобы? Сұрақтарына қанағаттанамыз ба? Жақсы ма? Жақсы жауап берді ма? Шымбұлақ тобы жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Біздің Алматы қымбатты қаламыз, сымбатты қаламыз, қызыға қараңыз, туған ие санаңыз. Құлпырған бақтары, нұр тұнған ақтана,
сәулетті біздің Алматы. Қоршаған таулары, жайқалған баулары, бұлбұлдар шырқаған, су бұрқаған. Алтын күн аспаны, жарқын жастары, сәулетті біздің Алматы. Біз әлі баламыз, өскенде қарамыз, сәндейлер саламыз, ертегі қаламыз, кеңейіп көлемі көркейе береді. Сәулетті біздің Алматының өлеңдерінің авторы Абдрахман Асылбек. Міне балалар, суретте көрініп тұр, балалар? Бұл балалар ақыны, аудармашы. Бұл ақын Жамбыл облысы Талас ауданы Үшарал ауылында туған. Балаларға арналған ойын ойнап, ән салмай жыр жинағы бар екен. Келесі жинағы балалар тілін жұтқан тауық, жаңғақ жыры және тағы да басқа ертегілері бар екен балалар. Төртінші тапсырмамыз бұл кестемен жұмыс істейді. Бұл жерде бірінші жолында өлең жолдары берілген, екінші жолда сол өлең жолына түсінген немізді келесі неге түсіреміз, балалар? Бұл жерде не істейміз? Қара сөзбен жазып, өз сөзімізді түсіруіміз қажет. Мына Шымбұлақ тобы медеу тобына береді. Қане тобпен жұмыс жасаймыз, қане оқимыз. Екінші топ, неде мұз айдыны? Алматы қаласы және Алатау өте ерекше. Мұнда көрікті жерлер өте көп. Көрікті медеу, мұз айдын ерекше, мұнда сырғанақ көңіліңді көтереді. Бұл суретте Алматы туған үйіміз деген бейнелі сөзге сәйкес келетін суретті анықтауымыз қажет біз. Не балалар? Қане қай топта? Қане Шымбұлақ тобынан? Оның жауабы өйткені Алатаудың суреті тұр, және де қыз бен бала алты бақанға кәшен тұр, және де жайқалған гүлдер өсіп тұр. Өте жақсы, тамаша. Балалар, бүгінгі сабағымызда біз Алматы қаласы жайында айтылды, барлықтан біліп жатсындар. Енді кестемен тағы да жұмыс жасаймыз. Бұл жерде Алматы қаласы туралы нақты ақпарат беретін сөздерді жылдан табамыз. Топта. Топта жылдан табайықшы кәне. Алматы қаласына Біз болдық. Қай топ бірінші болды? Кәне Шымбұлақ тобы. Кәне айтайықшы, жауабымыз қандай болды біздің? Жауабымыз Алатау мұз айдын. Дұрыс келесіз ме? Кәне сенде де қандай жауап болды? Бізде Алатау мұз айдын болды. Бұл жерде бізде не бар екен? Алатау мұз айдын. Нақты ақпаратымыз сол жерде Алатау мен мұз айдын екен. Өте жақсы балалар. Балалар, рефлексия жасайықшы. Бүгінгі сабақта мен білдім, есімде сақтадым, қиналдым,